ойда келіп жүрген ең күрделі топ бір үш есеп бар. Соны давайте талдап тастайық бірге. Давайте бірінші есебі. Шар бетінің ауданы пи бөлу 4, ал шардың радиусын табыңыз дейді. Енді шар деген ол кәдімгі доп, яғни 3D. Бізде осы бетінің ауданын табуымыз керек. Яғни осы шардың радиусы нешеге тең екенін табуымыз керек. Енді бізде шардың бетінің ауданы ол S тең 4πr квадрат. 4πr квадрат. Ал бізде шардың бетінің ауданы мына жерде пи бөлу 4. Екеуін есейміз, просто теңестіре саламыз. Яғни 4πr квадрат тең болады пи бөлінген 4-ке. Енді осы жерден пи мен пи қысқарады екеуі. 4 мыняқа бар бөлу болып барады. Сол кезде r-дің квадраты тең болады 4 пен 4 көбейтіліп 16-дан 1 болады. Енді екі жағында түбірасын ала саламыз. Мынау квадраттан құтылу үшін. Сол кезде r тең болады 4-тен 1. Сонда радиусы 4-тен 1-ге тең. Оны бөлшекке айналдырсақ 0,25. Сонда жауабы D болады екен. Келесі есеп. Бізде келесіде суретте боялған нүктелер жиынына шешімдер жиыны тең болатын теңсіздіктер жүйесін табыңыз деген. Яғни, бізде боялған бөлік бар. Осы боялған бөліктің бізде теңсіздіктер жүйесін табуымыз керек. Енді бір сіздерге бір факт айтып өтейін осы жерден. Егер де мынандай үзік-үзік болатын болса, или мынандай үзік-үзік сызық болатын болса, ол кезде белгілер қатаң үлкен немесе қатаң кіші деген болады. Енді шеңбердің іші боялатын болса, қараңыздар. Шеңбер ғой бізде. Шеңбердің бүкіл іші боялатын болса, онда кіші аралық болады. Ал егер де шеңбер, мысалы, шеңбер берілсін, осы шеңбердің сырты боялатын болса, сырт жағы боялатын болса, онда үлкен аралық болады. Неге үлкен аралық? Өйткені бізде тере-тере, яғни қатаң боялып тұрған жоқ. Сондықтан ол үлкен болады. Енді келесі. Егер де, қараңыздар, бізде сызық берілген. Мынандай сызық, түзу сызық берілсін. Түзу сызықтың үсті болатын болса, үсті боялатын болса, ол кезде үлкен не тең? Өйткені бізде тере емес, қатаң сызық. Ал егер де мынаның осы сызықтың асты боялатын болса, ол кезде кіші не тең болады екен. Бұл жерде ең бірінші жазатынымыз ол шеңбердің теңдеуі. X-дің квадраты қосу Y-дің квадраты тең болады R-дің квадраты. Енді осы шеңбердің радиусы нешеге тең екен? Ол 0-ден бастап 3-ке дейін, яғни радиусы бізде 3-ке тең. R тең 3. Сонда осы R-дің орнына 3-ті қоя саламыз. X-дің квадраты қосу Y-дің квадраты. Іші боялып тұр. Және де шеңбер мынандай үзік-үзік сызықтармен белгіленген. Сонда ол іші боялатын болса, үзік-үзік сызықтармен белгілейтін болса, онда қатаң кіші болады. Яғни кіші болады. 3-дің квадраты бізде әрине 9. Бірінші теңсіздік шықты. Енді екінші теңсіздік сызыққа байланысты. Яғни бізде сызық, түзу сызық. Ол түзу сызықтың үсті боялған, міне үсті жағы боялған. Значит, үсті боялған болса үлкен не тең болады? Түзу сызықтың теңдеуі, Y 2-де тұр ғой. Y осыны, Y 2-де тұр. Значит, Y 2 болады. Яғни Y-дің 2-нің бойында орналасқан. Және де Y осында орналасқан. Бұл жаңа айттық, үлкен не тең болады. Сонда жауабы бізде D болады. Келесі есеп, бізде тригонометриялық жүйе, теңдеудің жүйесі. Төмендегі жауаптардың ішінен осы теңдеудің жүйесінің ответін табуымыз керек. Бұны былай шығарсаңыздар болады. Мына жерде X бар. Осы X-ті өрнектеп аламыз. Яғни Y-ті былай оң жаққа шығарып, пи азайтылған Y деп өрнектеп аламыз. Осыны, мына бізде мына жердегі X-тің орнына апарып қоя саламыз. Сол кезде синус пи минус Y қосылған синус Y тең болады 2-ге. Бізде барлығымыз білеміз, пиді ауысады. Екінші ширек болғаннан кейін таңбасы оң болады. Значит, синус
синуста бізде ауыспайды, синус болып қалады. Значит, синус y азайту. Так, мына жерде синус ол пида ауыспайды, пида қалады. 90 мен 270-де ауысады. Осы жерде қайталап өтейін тағы да. Ол синус косинусқа ауысады, косинус синусқа ауысады деген сияқты. Ал 180 мен 360-да ауыспайды, синус болып қала береді. Так, мынау арасы плюс қой, формула бойынша. Так, синус y қосу синус y тең болады 2-ге. Сонда 2 синус y тең болады 2, синус y тең болады 1-ге. Сонда 2 мен 2-нің қатынасы 1 қоя бізде. Енді осының біз теңдеуін жасайық. Давайте кеттік. Y тең синус қандай градуста 1-ге тең? Так, синус 90 градуста 1-ге тең. Значит, пи бөлінген 2 плюс 2 пи к. Бізде осы y-тің жауабы міне дәл осындай бола салады. Ал енді x-ті табу үшін не істейміз? Мынау y-тің орнына апарып қоя саламыз. X тең пи минус анау y-тің орнына мынаны полный өрнекті алып апарып қоя саламыз. Пи бөлінген 2 азайту қосу 2 пи к болады. Осы жерден x тең пи минус пи бөлінген 2 бірден жаздалайға. Ортақ бөлімі 2, 2 пидан пиді азайтсаңыздар пи шығады, значит пи бөлінген 2 шығады. Минус, минус пен плюс минус болып кетеді да, минус 2 пи к болады. Сонда бізде x пен y-тің жауабы міне осындай болады. Енді біз не істейміз? Біз тұрамыз да k-ның орнына сандарды беріп шығамыз. Ол k деген ол бүтін сандар, ол 0 болсын, 1 болсын, минус 1 болсын, жақын сандарды береміз. Бірінші 0-ды берейік. Так, k-ның орнына 0-ды берсек, 0 болып кетеді. Сол кезде y тең пи бөлінген 2, x тең пи бөлу 2. Сонда бірінші жауабы пи бөлу 2-де пи бөлу 2. Ол е жауабында тұр. Ал екінші жауабы бізде, давайте, k-ның орнына 1 берейік. K тең 1 болсын, K тең 1 болсын. Осы кезде, так, y тең пи бөлінген 2 плюс 2 пи болады. Бұл нешеге тең? Ортақ бөлім так 2-ден береміз. 4 пи, 5 пи бөлу 2 болады. Ал x-іміз, x тең, так, k-ның орнына 1 береміз. Пи бөлінген 2 минус 2 пи. Осы кезде ортақ бөлім берсек неқа 2-ден, пидан 4 пиді азайтамыз. Минус 3 пи бөлу 2. Минус 3 пи бөлу 2. Так, минус 3 пи бөлу 2-де 5 пи бөлу 2. Ол д жауабында тұр. Енді дәл осыған екеуін орын алмастыра саламыз, яғни x пен y-тің орын алмастыра саламыз. Сол кезде так, не шығады бізде? В деген жауап шығады. Мына жерде x пен y-тің орын алмастырсақ мәні өзгермейді ғой. Сондықтан мынау мәнді қабылдаса, значит, мынау мәнді де тоже қабылдайды деген сөз. Так, сонымен есептер аяқталды. Осылай күнде 3 есептен сіздерге барынша осылай шығаруға тырысамын, жіберіп отырамын. Әрине, сіздерден қолдау күтемін. Жақсы, сау болыңыздар.